Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақстанда ең алғашқы, ең үлкен Құрбан айт мейрамы тойланғалы жатыр. Жаңаөзен қаласындағы барлық мешіттердің бірігуімен ауызбіршіліктің мықты екенін көрсетіп, Әмен Тұяқов атындағы Фокс стадионында дәл осы жерде ең үлкен сахнаны қойып, Алматы қаласынан өнер қарандар ұжымындағы Мадияр Серікбаев ағамыз келіп, сол кешті басқаратын болады. Бұрғылау ұжымының қолдауымен және де көмек Жаңаөзен қорының бастамасымен тағы бір отбасыға керемет үй табысталатын болады. Сағат 6-да басталып кетеді. Дәл осы көрермендер отыратын жерде лық толы зал. Құрметті көрермендер, сіздерді де құр қол жібермейміз. Сіздерге арнайы той бастарымыз бар. Сондықтан да 6-дан кеш қалмай келіңіздер. Барлықтарыңызға керемет сыйлық таратылатын болады. Одан бөлек арқан тартыс, кір көтеру, машина сүйреу, садақ ату, әртүрлі ойындар болады. Және де 9 бірдей ағаш үй тігіледі. Бұл біздің Жаңаөзенде жасалғалы жатыр. Тағы бір айта кететін дүние, ересектерге, жасөспірімдерге арналған спорт түрлері болады. Сағат 17:00-ден 18:00 арасында тіркеу уақыты басталып кетеді. Сол себептен асығыңыздар, бұндай шарадан қалып қоймаңыздар. Сүйікті де ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір өсиетінде мұсылмандардың екі мейрамы бар дейді. Расында біреуі ораза айт болатын болса, екіншісі құрбан айт. Құрбан айт мерекесі де міне келіп қалды. Баршаңызды осы кеште жақсы өткізуге атсалысуға шақырамын.